Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Мемлекеттік тіл қазақ тілін оқыту. Орыс тілді мектептегі қазақ тілі сабағын жүргізудегі мәселенің бірі тіл дамыту. Жаңа сөздермен жұмысты әр баланың жас ерекшелігін, қабылдау мүмкіндіктерін ескере отырып жүргізген дұрыс. Бір бала көзбен жаттаса, енді бірі есту арқылы тез жаттайды. Жаңа сөздермен жұмыстың мынадай түрлерін ұсынар едім. Біріншіден, естілу мен аудармасы, сөздік карталары, жаңа сөздер суретте, есте сақтауға арналған түрлі тапсырмалар. Бесіншіден, сөз тіркесі сөйлем схемасы арқылы жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Балалар, біз сіздермен бүгін ең үлкен байлық не екенін анықтайтын боламыз. Бүгінгі сабақта фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсінетін боласыздар. Бүгінгі сабақ бағалау шәкілі арқылы жүзеге асатын болады. Ендеше балалар, қараңыздар. Бағалау шәкілін сіздер міндет мұқият тыңдаңыздар. Топ басшысы қалай оқушыларды бағалаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай тапсырмалар берілген. Әр тапсырмаларға бал, ұпай саны беріледі. Алдыңғы сабақта біз сіздермен дәрумендер туралы айтқан болатынбыз. Сонымен қандай көкөністе қандай дәрумен бар екен үйден мәлімет іздеп келдік пе? Иә, кім айтады? Бұл адамзапырақ жасыл түсті. Адамзапырақ бұл көкөніс. Адамзапырақ С дәрумені бар. Сонымен қатар Е дәрумені мен бета-каротин сияқты төліктік заттар бар. Ең үлкен байлық сіздер үшін не? Амели? Ең үлкен байлық денсаулық. Жақсы. Сіз үшін ең үлкен байлық денсаулық, иә? Жалпы балалар, байлықты біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, иә? Байлықты қандай топтарға бөліп қарастыруға болады? Ал байлықтың қандай түрлері бар еді? Нуриман? Байлықта үш түрлі бар. Олар рухани, табиғи, материалдық байлық. Жақсы балалар, рахмет. Ендеше, қазір алдарыңызда қалпақты ашсаңыздар, байлықтың әр топта әр байлық берілген, сөздердің арасынан сол рухани байлыққа не жатады, табиғи байлыққа не жатады, тезде жаздырып шығыңыздар. Сіздерге 2 минут бар. Біз болдық. Рухани байлық, туған ел, тәуелсіздік, білім, кітап. Табиғи байлық, от, су, тау, жау, жануар, мұнай, газ, туған ел, таза. Ал балалар, біз ең үлкен байлық ертегісін талдамай тұрып, ең алдымен біз жаңа сөздермен танысып алайық. Ендеше назарларыңыз тақтада болсын. Тас қашаушы. Ол тас қашау өнерін меңгерген адамды айтамыз. Мысалы, тас қашаушы балаға ақылын айтты. Келесі сөз. Жаздық па балалар дәптерге? Айырбастау. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, айырбастау сөзінің синонимі алмастыру, ауыстыру. Яғни бір затты екінші затқа ауыстыру. Мысалы, денсаулықты ешқандай байлыққа айырбастамаймын. Келесі сөз. Күш, қуат. Күш, қуат сөзінің синонимі күш, жігер. Мысалы, адамның күші немесе қуаты деп айтамыз, иә? Адамның ең үлкен байлығы күш, қуаты мен денсаулығы. Енді жаңа сөздерді балалар қайталап өтсек, қандай жаңа сөздер айтылды? Кім айтады? Айғаным? Күш, қуат, айырбастау, тас қашаушы. Тағы қандай сөзді ұмыттық? Мұның шағу. Сіздер жаңа сөздерді қаншалықты меңгердіңіздер, қазір тапсырма арқылы оны орындайтын боламыз. Балалар, жаңа сөздерді есте сақтау үшін, жақсы меңгеру үшін қайталап отыруымыз керек. Күнделікті, бір сағаттан кейін немесе келесі сабақтарда қайталап отырсақ, біз жаңа сөздерді тез меңгереміз. Бен сәйкестендір. Тас қашаушы. Күш, қуат. Күш, қуат. Ал, дұрыс па екен, көрейік. Дұрыс па екен? Иә. Жақсы, Василия, рахмет. Алина, келе отырсың. Бұл жерде дұрыс жазылымын табу керек. Дұрыс жазу бойынша. Медленно. Сила, мощь.
складывается на свою судьбу. Бұл қалай болады? Ну, шаг. Яғни қараңыз, жазуын есте сақтап сайына жақсы. Келесі тапсырма балалар, жаңа сөздермен сөз тіркесін және сөйлем құрастырып көреге жаңа сөздерді қолданып үйрену керекпіз. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Сөз тіркесі сөйлем схемасы бойынша дайын ба? Мұның шағу. Бұл тұрақты сөз тіркесі. Әмеле айғанымға мұның шақты. Жақсы. Келесі. Тас қашаушы сөзіне. Кім жазды? Тас қашаушы. Иә, аяқ. Тас қашаушы. Сөз тіркесі. Білікті тас қашаушы. Сөйлем. Тас қашаушы қиын мамандық. Әр топта топ басшысы сайлаған болатынбыз, иә? Сіздер бағалауды ұмытып кетпеңіздер. Бағалау шәкілі парағында кім жауап берді, соларға әділ баға қойып отырыңыздар. Балалар, ендеше бүгін біз ең үлкен байлық ертегісін сіздермен бірге тыңдаймыз. Айзере, көңіл жоқ қой? Иә. Неге? Айған білген ең бай адам болғым келеді. Неге? Қызық екен. Әдемі көйлектер киіп, өзге елдерге барғым келеді. Күшті, қымбат мейрамханаларда тамақтанғым келеді. Осылай келеді. Айзере, сенің ойыңша осы байлық па? Иә. Онда мен саған бір қызықты ертегі айтып берейін. Ертеде бір жас жігіт өз кезегін айтып, әрдайым мұның шағады екен. Шіркін-ай, менің байлығым көп болса, жақсы өмір сүрер едім. Бір күні қарт тас қашаушы өтіп бара жатып, сарғалап отырған жігіттің қасына келеді. Ей, бұлар, саған не болды? Сен нағыз бай адам емессің бе? Ол қандай байлық? Ал сенің көзінше, бір көзіңді қаншаға сатар едің? Оның не? Мен көзімді ешқандай байлыққа айырбастамаймын. Ал мына екі қолымды мен екі аяғымды емес. Алтынға айырбастар едім ме? Жоқ, ешқайсысында алтынға айырбастамаймын. Көрдің бе, адамның ең үлкен байлығы ол денсаулық пен күш қуаты. Оны сатып алмайсың. Балалар, мәтінді барлықтарыңыз тыңдадыңыздар, ертегіні көрдіңіздер, иә? Ендеше осы тыңдалған көрген ертегі бойынша сіздерге тапсырма беретін боламын. Ол үшін біз табыс бекеттерінен өтуіміз керек, иә? Біз мәтінде айтылған оқиғаны қысқартып жазу керек еді. Жас жігіт кедейлігін айтып мұны шағады. Бай болғым келеді. Тас қашаушы ата көзіңді, қолыңды алтынға айырбастар ма едің дейді. Біздің ертегіде екі кейіпкер бар. Ол қарт пен жігіт. Қандай жігіт жас, ол кедей. Мұның шақты өмірге ренжіді. Біздің көзқарасымыз денсаулықтың қадірлі түсінбейді. Қадірін түсінбейді. түсінбейді, жақсы. Бізде қорғалған лексика. Бірінші абзацта, бірінші сөйлемде 9-10 тұрақты сөз тіркесі мұның шағу. Жақсы. Келесі. Келесі антоним жас қарт. Келесі сөз қандай сөз шықты, Эвелина? Синоним зарылап, жылап. Жақсы. Сонымен балалар, барлығы бекеттердегі тапсырмаларды орындап бітті. Енді біз бутерброд әдісі арқылы топтық жұмысты бағалап жіберейік, иә? Топтың сипаты ұнады, өйткені олар мәтіндегі кейіпкерлерді дұрыс сипаттап жазды. Ал бір қандыға не айтасың? Келесі жолы олар органайзерлерді түсінікті етіп жазса деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Маған бірінші топ ұнады, өйткені мәтінді түсінікті етіп қысқартты. Келесі жол барлық топ жұмыс істесін деп ойлаймын. Барлығы істеу керек, иә? Жақсы, рахмет балалар. Тыңдалу мәтіні бойынша сіздермен тапсырмалар орындадық, иә? Енді сіздерде жұптық жұмыс асанан ойын ойнаймыз, біле? Ал, Алина? Бақдаулет базарға барды, Азамат алмұрт алды, Айгерим алқыз айтты. Ал, Лиза, оқи қойыңыз. Жан ішіміз жедіктер жейді. Сонымен балалар, сіздер тыңдалу мәтінін барлықтарыңыз түсінді деп ойлаймын, иә? Жалпы бұл ертегі не туралы екен, ең үлкен байлық не екенін анықтап қорытындылайтын болсақ, келесі Білімленд платформасынан өзіңді тексер тапсырмасын орындайық. Баса ғой? Денсаулық туралы. Ал тексеріп көр, дұрыс па екен? Жақсы, келесі. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ өз мәресіне жетті. Ендеше ой жүгіртіп қарасақ, рефлексия өткізіп жібереге. Ол үшін 3, 2, 1 әдісін қолданамыз. Рефлексия парағын балалар енді маған тапсырыңыздар. Қазір жинап алатын боламын. Ал енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар балалар. Үйге эссе жазамыз. Салауатты өмір салты. Бидің жалпы балы 10 ұпай. Нұриманың жалпы балы 9 ұпай. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.